Шын мейірімділік. Қаланың бай адамдарының бірі шақырған құрметті асқа барған едік. Шақырылған қонақтардың ішінде университет студенттері де бар еді. Дастарханда қаланың жомарттылығымен танылған құрметті қонақ саналған фабрика қожайындары да бар еді. Бір жас студент жанындағы адамға иіліп, бүгін мен бір жантүршігерлік оқиғаның куәсі болдым. Барлық көңіл күйім жоғалды дейді. Фабриканың қожайыны студенттің сөзін естіп, не жағдай болғанын сұрайды. Жас жігіт болған жағдайды түсіндіреді. Пәтер жалдап тұратын үйімде 5 балалы бір жанұя тұрады. Жанұяның отағасы өте намысшыл, еңбекқор адам. Үйдің шатырларын жөндеп ақша табатын. Үйдің төбесін жөндеу кезінде құлап, аяғын сындырып алды. Енді жұмыс істей алмайтындай күйде қалды. Үйдің барлық ауыртпалығы енді әйелінің мойнына түсті. Ол жұмыс істеп жанұясын асырауда, бірақ дәл қазір ол да ауру. Қызуы көтеріліп сандырақтайды. Балалары ортада қалды дейді. Барлығы бұл әңгімені ұйып тыңдайды. Бұл жағдайға жандары ашып, оларды аяй бастайды. Ах, неткен аянышты, шынында да аянышты жағдай. Бұл дүниеде неткен сұмдықтар болуда деп, өмірдегі жағдайлар туралы бір-бірлерімен әңгіме дүкен құра бастайды. Бір кезде фабрика қожайыны орнынан тұрып, қолындағы пышақпен тәрелкені ұрып, құрметті мырзалар, мен бұл кедей жанұяға 1000 лира тастаймын, деп қалтасынан ақшасын алып, үстелдің үстіне тастайды. Содан кейін, сіздер қандай көмек бере аласыздар? Ақшалай көмек берсеңіздер жақсы болар еді, өтінемін дейді. Үстелдің үстіне ақшалар түсе бастады. Әр қонақ құр сөзбен жандары ашымай, сезімдерін үстелге қойып жатқан ақшамен көрсетті. Біраз уақыт өтпей, фабрика қожайыны әлгі студент жігітке ауыр жанұя үшін жиналған ақшаны берді. Құр сөзбен мейірімді болғанның ешқандай пайдасы жоқ. Мейірімді екенімізді ісімізбен көрсетуіміз қажет. Шын көрсетілген мейірімділік осылай болады.